Сәд Уаққас дейміз ғой, Саад ибн Әби Уаққас деген сахаба пайғамбарымызға анасына дұға қылу үшін көп сұрайтын. Жұрттың бәрі әртүрлі дұға сұрайды. Я Расулалла, маған жәннатты дұға қылыңыз, маған. Яғни өзін сұрайды да. Саад пайғамбардың алдына барып, Я Расулалла, менің жалғыз шешем бар, сол кісіге иман нәсіп етсін деп дұға қылыңыз дейді екен. Пайғамбарымыз дұға қылады. Күндердің күні үйіне кірсе, үйіне келе жатып есігін ашайын деп жатса, есік құлыптаулы дейді. Ары бері сілкісе, анасы айтады: Саад, күте тұр, күтіп тұрады. Сөйтсе, анасы ғұсыл құйынып жатыр екен. Ғұсыл құйынып болғасын есіктен шығады да, мені пайғамбарға алып бар дейді. Құдайды танымайтын еді. Аяқ астынан қуанып пайғамбарға алып барады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына келіп, кәлима айтады. Саад айтады: анамның пайғамбардың алдында тұрып кәлима айтқан күннен бақытты күнді білмеймін.